Өлі әйелден туған томық. 1992 жылдың шілде айы болатын. Бір топ адам облыс орталығындағы Өскемен қонақ үйіне келіп түстік. Мақсатымыз халықаралық көші-қон шаруасына байланысты ұйымдастыру жұмыстарына көмектесу. Арада 2-3 күн өткен соң біз жатқан қонақ үй кәдімгідей дүрлігіп қалды. Себебін сұрасақ, Түркиядан құрметті қонақтар келіп қалды дейді. Сөйтсек, жұртты дүрліктіріп келіп қалған халифа Алтай атамыз екен. Шауып отырып жетіп бардық. Күн әңгімелестік, түн әңгімелестік. Атамыз Алтайдан ауып, Анадолыға қалай барғаны туралы там-тұмдап айтты. Бізде өзіміз білетін бірдемелерді сұрап қыстырылсамыз кеп. Сұңғыла қария еңкіш тартқан шүйдесін жоғары көтермейтін кісі екен. Тек маңызды бірдеме айтарда аздап маңдайын тіктейді. Соның өзінде адамға тесіліп тіке қарамайды. Баяу қоңыр дауыспен сүлесоқтау сөз бастайды. Сондағы айтқаны: 1933 жылы Баркөл өлкесіндегі Хасанту дейтін жерде, қазіргі Қытай елінің Шыңжаң өлкесінде отырған Әліп Жаныспайұлының ауылын 25 қыркүйек күні Үрімжіден әскер келіп, түгін қалдырмай қырып кетті. Осы қырғын кезінде Әліптің інісі Қожаханның аяғы ауыр әйелі Ташбаланы әскерлер қылышпен шауып, қарнын жарып, өлтіріп кетті. Арада 2 күн өткен соң алыс сапардан оралған Әліптің үлкен ұлы елсізхан қырылып қалған аға бауыр ауылдастарының бетін жасырады. Алайда Алла пендесіне өмір сыйлаймын десе, ол да оңай екен. Ташбаланың жарылған қарнындағы баласы аман есен жарық дүние есігін ашады. Аты Томық, қазір дін аман Түркияда тұрып жатыр. Содан бері осы өлі анасынан тірі шыққан адамның тағдыры жайлы ауық-ауық еске алып, ел ішінде Әліп шапқан аталып кеткен оқиғаның неден болғаны жайында сұрастырып жүрдік. Біршама дерек жинадық, білетін адамдардан сұрастырдық. Бір сөзбен айтқанда, ел ішіндегі әңгімелерге құлақ түрдік. Оқиғаның ұзын ырғасы былай екен. 1933 жылы 12 сәуірде қазіргі Шыңжаң Ұйғыр автономиялы республикасының басшысы өзгеріп, бұрынғы ұстанып келген саяси бағыт өзгереді. Бұрынғы өкімет Елсізхан Әліпұлы дейтін мықты қазақты Жібек жолы бойындағы сауда ісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Шығыс шекара қорғаныс отрядының бастығына тағайындайды. Осыны көп көрген біреулер жаңа өкіметке Елсізханды орнынан алып тастап, қару-жарағын түгелдей жинап алуды талап етеді. Өйткені сайдың тасындай қылып, қазақ жігіттерінен әскер жасақтап алған Елсізханның жағдайы мына жақтағы кеңес одағын алаңдатады. Жаңа өкіметке Үрімжідегі орыс консулы арқылы тапсырмалар беріледі. Әрі Коминтерн өкілі етіп Абай Қасымов деген барлаушыны Елсізханның еліне аттандырады. Дәл осы тұста ағайын арасында араздық туып, Әліп ақсақалдың 2 інісі Қожаберген мен Қожахан бөлек қоныс іздей бастайды. Осы сәтті пайдаланып қалғысы келген кеңес одағы араға Моңғолияны салып, Әліптен ірге бөлгісі келгендерге таңдаған жерінен өріс қоныс береміз, көшіп келсін дегізеді. Сонымен бір түнде Әліп ауылының 60 шақты түтіні Қобда жаққа, Моңғол еліне ауып кетеді. Елдің бөлініп жарылғанын қаламаған Әліптің үлкен ұлы Елсізхан 200 сарбазын алып, Қобда бетіне ауған елді қайтарып әкелмекке аттанады. Осы орайды күткен 1200 адамдық күшейтілген жау әскерлері екіге бөлініп шабуылға шығады. Бір тобы Елсізханның ізіне түседі. Жартысы бейбіт жатқан Әліптің ауылын қырып тастауға міндет алады. Ауылға басып кірген әскер дереу елдің көзінше Әліп ақсақалды табалдырыққа жастап тұрып бауыздайды. Осы қырғыннан 2 адам тірі шығады. Бірі жоғарыдағы біз сөз етіп отырған Томық аға, екіншісі Әліптің 7 жасар ұлы Сетерхан. Ол кезде Сетерханның тірі қалғанын ешкім білмеген. Себебі әскерлер Сетерхан мен інісі Мұхаммед шайқыны тірі алып кеткен. 3 жасар Мұхаммед шайқы жылай берген соң бір әскер оны тасқа ұрып өлтіреді. Содан хабарсыз кеткен Сетерхан арада 37 жыл өткенде 1970 жылы ішкі өлкеден табылған. Елсізхан көшіп кеткен ағайындарын ертіп қайта оралып келе жатып, ізін аңдыған әскерге кездеседі. Ол осы әскерден бір адам қалдырмай қырады. Содан ауылына келіп сұмдық қырғынды көреді де, әскерін алып жаудың артынан қуады, бірақ жете алмайды. Келер 1934 жылы Елсізхан әкесінің асына қазақтың игі жақсыларын шақырып қоштасады. Осылай туып өскен топырағын тастап, 600 үйді бастап, Үндістанға қарай тартады. 2000 жылы Алматыда жарық көрген Алтайдан ауған ел атты өзінің тарихи естелік кітабының 14 бетінде халифа Алтай атамыз Елсізхан алған бетінен қайтпайтын, жігерлі, ержүрек, батыр адам болатын. Ол бастап көшкен 600 түтін Дөңбастау шекарасына келгенде көшті кейін тоқтатып қойып, тосқауылда жатқан әскерлерге тұтқиылдан шабуыл жасады.
Бейғам жатқан әскердің көбі өліп, біразы қолға түсті. Елсізхан жаудың тірі қалғандарын бір жерге жинап, мәлімет алды да азық-түлік беріп қоя берді. Қаруларын қолға түсірді. Әскерлерден қалған құралдарды сарбаздар талқандап, аттарына таға соғып алды. Осында бір түнеп, Гансу аймағының Тула деген жеріне барып қоныстанды деп жазыпты. Әрі осы көштің төп ортасында атамыздың өзі де болған. Осылай қуғынға түскен қазақтар Үндістанға өтіп, Кашмирде 12 жыл мекендеп, ақыры Түркияға барып тұрақтады. Алғаш жолға шыққанда көшке ілескен 20 мың адамнан Синагарға 2500-дей ғана тірі жеткен. Осылардың ішінде 5 айлығында өліп қалған анасының ішінен тірі шыққан Томық та бар еді. Алланың құдіретін қарамайсыз ба? Жолда 18 мыңдай адам қаза тауып, немесе жау қолына түсіп, жоғалып кетіп жатқанда 5 айлық шала туған Томық тірі қалған. Тегі көшпенді елде шала туған сәбиді тымаққа салып кереге басын түгендеп өсіретін дәстүр бар. Сол сияқты Томық деп ат алуының өзі тымаққа қатысты шығар. Тымақ өзгеріп түрікше Томық болып кеткен сияқты. Бірде Астанаға Хасан Өрелтай ағамыз келді. Сөз арасында Томық туралы сұрадым. Ол кісі: "Томық ағаң дінаман, Стамбул қаласының Зейтін ауданында тұрып жатыр" деді. Ол кісіні әлі тірі шығар деп ойламап едім. Іштей: "Алла ғұмыр берсін" дедім. Хасакең жуықта тағы бір хабарласты. "Томық аға күйлі ме?" деп сұрадым. Жуықта сырқаттанып ауруханаға түсіпті. "Иншалла жазылып қалар" деді. Әрі Томық ақсақалдың әр жылдардағы суреттерін және қысқаша өмір тарихын жазып жіберіпті. Тағдыр жазып 2 рет үйленіпті. Бірінші әйелінен 4 ұл, екінші әйелінен 1 ұл, 4 қызы бар екен. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының орынбасары, жазушы драматург Сұлтанәлі Балғабай ағамызға жолығып, Томықтың суретін көрсеттім. "Түркиядағы қазақтармен байланысыңыз бар ғой, мына адамды танисыз ба?" дедім. Қарады да: "Бұл Томық" деді. Оған қосып мынадай мәлімет айтты. Түркияда 20 мыңдай қазақ бар. Осылардың ішінде қазақтың тілін ең жақсы білетін және майын тамызып сөйлейтін бір-ақ адам бар. Ол осы Томық. Көрдіңіз бе? Қазақ мектебі тұр ғой. Оның көлеңкесін көрмеген Томық қария осындай адам. Ай, тектілік-ай деген. Сұңғылалық сыры. Бекен Қайратұлы. Қазақта сұңғыла деген сөз тіркесі бар. Осы орайда халқымыздың сұңғылалық қасиеті жайлы сырларға тоқталсақ. Ертеректе арқа жұртына аңғарымпаздығымен аты шыққан Әбіқай шешен бір күні кешкі ымырт үйіріле бастаған тұста: "Жігіттер, күйлі бие мініп, төбет ит ерткен қонақ келе жатыр. Дайындала беріңдер" депті. Үкімді естіген ауыл адамдары "Әбекеңді айтады-ау" дегендей бірер құнжыңдасып қоя салады. Арада бие сауым уақыт өткенде расында мінгені бие, ерткені төбет біреу келіп түседі. Елең еткен жұрт: "Әбеке, айтқаныңыз дәл келді, қалай білдіңіз?" деп қолқа салады. Сонда шешен: "Әй шырақтарым, бұған ешқандай көріпкелдіктің қатысы жоқ. Маңайда болып жатқан тіршілікті тани біліңдер. Мана шетте тұрған құла айғыр батысқа қарап жер тарпып оқыранды. Ол үйірі басқа ұрғашы жылқының келе жатқанын білдірсе, анау қызыл қаншық өзінен өзі әбігерленіп, жаланып, бірдеңені асыға күткенде қыңсылады. Яғни ол бөтен төбеттің иісін сезді. Бар болғаны осы" дейді. Сол сияқты қазақта руы шекті Мөңке Тілеуұлы деген кемеңгер би өткен. Тарихшылар бұл кісіні Әбілқайыр ханның кеңесшісі болған десе, Алты Алаштың атасы Ахмет Байтұрсынов Мөңке 7 жасында билік айтып, өлген адамның құнын бейбіт жолмен бітірген сұңғыла адам болған деп жазады. Ал заңгер ғалым Асанов 2001 жылы жарық көрген Шекті Мөңке би Тілеуұлы атты кітабында: "Бірде Тілеу қария 8 жасар баласы Мөңкені ашамайға мінгізіп жолға шығады" дейді. Сөйтіп әкелі балалы екеуі көшкен үйдің сүрлеу ізіне кез болады. Бала Мөңке: "Мына көшкен үйдің 10 ешкісі, үлкен көксеркесі және қара шолақ иті бар екен" дейді. Әкесі жас баланың сөзіне онша мән бере қоймайды. Содан алды-артын айналсоқтап тағы біраз қараған бала: "Әке, мына үйдің жалғыз түйесі бар екен, оның оң жақ көзі соқыр екен" дейді. Тағы біршама уақыт өткен соң: "Әке, мына үйдің әйелі 2 қабат екен, айы күні жақындап қапты" дейді. Осы сөзден кейін Тілеу қария: "Шырағым, осы сен не айтып келе жатырсың?" деп мән беріп сұрайды. Баласы: "Мен мына көшкен үйді айтып келе жатырмын" дейді. Көп ұзамай бұлар көшкен үйді де қуып жетеді. Бала айтқанындай, расында да 10 ешкі, жалғыз көксеркесі, қара шолақ иті, оң жақ көзі соқыр түйесі бар екен. Әйелі 2 қабат, айы күні жетіп отыр. Тілеу 8 жасар баласының білгірлігіне таңырқап: "Балам, мұның бәрін қайдан білдің?" деп сұрағанда, Мөңке былайша жауап айтыпты:
Үйдің қонған жерінде ешкінің жатқан орны 10 екен. Қақ ортаға маңайына ешкімді жолатпай, жалғыз көксерке жатыпты. Оның серке екенін ізінен білдім. Жүнінің көк екенін орнында қалған қылшығынан білдім депті. Ал иттің шолақ екенін қайдан білдің дейді әкесі. Ит құмда шоңқайып отырған екен. Отырған жерінде шолақ құйрығының ізі түсіп қалыпты, және сол жерде қара қылшық жатты. Әкесі: ендеше түйенің соқыр екенін қайдан білдің? Түйе жолдың сол жағындағы шөпті шалып жеп, оң жағындағы шөпке тимеген екен, содан білдім. Ал әйелдің жүкті екенін қайдан білдің? Ол тізге отырған жерінде екі қолын тіреп тұрған екен. Екі қабат ай күні жақындағанын содан білдім деп жауап беріпті. Кейін бұл бала ел аузында Мөңке би деген атымен тарихта қалды. Әсіресе бұл кісінің 16 ғасырдың өзінде қазақ халқының болашағы жайлы болжап айтқан: құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі биің болады, халыққа бір тиын пайдасы жоқ, күнде жиын болады, домалақ-домалақ түймедей дәрің болады, жастарға билігі жүрмейтін кәрің болады, алашыбар тілің болады, дүдәмалдау дінің болады дегені арада 5 ғасыр өткенде айнымай келіп тұрған жоқ па? Қазіргі қазақ баласы жоғарыдағы бабалардан қалған байқампаздық қасиет, сұңғылалық сырынан айырылып бара жатыр ағайын. Ойланарлық дүние бұл. Балуан Шолақтың ғалиясы. Бекен Қайратұлы. Қазақ өнерінің алтын ғасыры атанған 19 ғасыр қазақ қоғамына таңдаулы тұлғалар сыйлады. Нәтижесінде ауасы саумал, самалы салқын, селеулі дала Сарыарқаның әншілік дәуірі туды. Атақты Біржан Салдан бастап, Ахан Сері, Үкілі Ыбырай, Иман Жүсіп, Балуан Шолақ, Мәди, Естай, Майра, тағы басқа дүлдүл жыршы, бұлбұл әншілер болашағы орыстың бұғауына байланып, басы бодандық қамытына ілінген қазақтың зарын әнге айналдырды. Ұлы Ахаңның, Ахмет Байтұрсынұлының адамшылық егінін шаштым, ектім, көңілін көтеруге құл халықтың дегеніндей, ақын атаулысы да бір сұмдықтың ұшығын аңдап, зар толғаудың тегін ақтты. Тарих бұларға зар заман жыршылары деген баға берді. Бұл дәуір де өтті, кетті. Тек куәсіндей болып небір әндер қалды. Соның бірі Балуан Шолақтың «Ғалия» әні. Осы ән туралы академик Ахмет Жұбанов: «Ғалия» әні әннің төресі, үлкен жүректен, шын сезіммен шыққан ән. Бастаған жерден-ақ асқан ынтықтық бары сезіледі, бірақ бабына келтіріп орындау көрінгеннің қолынан келе бермейді деп жазды. Осы әннің дүниеге келуіне себепкер Ғалия туралы не білеміз? Әрі балуан, әрі әнші, әрі сері, Балуан Шолақты ынтықтырған Ғалия кім болды екен? Біршама жыл бұрын байырғы журналист, қарт қаламгер Октябрь Әлібеков өзінің жеке мұрағатынан Ғалияның суретін көрсетті. Суретті өткен ғасырдың 90 жылдары белгілі кәсіпкер Марат Нәбиев әкеліп берген екен. Марат Әскенұлы өзі бастама көтеріп, Ақмола облысы Бұланды ауданы жеріндегі Балуан Шолақтың зиратын жөндеп, басын көтерген азамат. Көнегөз қариялардың айтуынша қазіргі Конгресс-холл сарайы тұрған жерде өте ертеде базар болған. Ол әдеби шығармаларда көп айтылатын әйгілі Қараөткел базар екен. Арқаның ауқатты адамдары жаз шыққан соң базарға үй әкеліп тігіп, бір жағынан өнімдерін, қымызын, сүтін, ет, құрт, май тағы басқаларын саудалайтын болса, екінші тараптан қыстай үйіп жатқан дала серілерінің өнерін тамашалайтын болған. Арқаның айтулы әншілері бұл базарға соқпай өтпеген. Айлап жатып ән салады. Көрермені қара халық, тыңдаушысы дүйім жұрт. Елмен бірге Ғалия да базарда қымыз сатады. Ажарына арулығы сай, анадан артып туған, құлын мүшесі көз қарықтырар қараторының әдемісі Ғалияның қымызханасына бір күні Балуан Шолақ атбасын бұрады. Бұл шамамен 1908-1909 жылдары болса керек. Балуанның тасы өрге домалап, әнімен арқаны тербетіп, күшімен жауын еңсеріп жүрген, 40-тың қырқасына шыққан керемет кез екен. Ғалия болса 22-23 жаста. Ғалия балуанға өз қолымен қымыз ұсынады. Дүниенің дүр сілкінген кезі де осы болар. Дала серісінің жүрегіне Ғалияның ару бейнесі қашалады. Осылай Ғалия әні туады. Жоғарыда атап өткеніміздей, 9 жолдың торабы Ақмолада көшпенді қазақтардың саудасын ортақтастыратын татар ноғайлар болған. Осылардың бірі Сұлтанай Қамза деген ноғайдың саудасын жүргізетін Тілеу атты қазақ екен. Түбі Жаңарқа жақтан, руы арғын. Оның ішінде Аралбай. 8 бөлмелі үйі бар. Дәулеттілер санатындағы отбасы. Үлкен әйелінен Ғалия, Мәрзия атты 2 қыз туыпты. Шолақтың әні арқылы тарихта аты қалған Ғалия осы. Ғалия жайында академик Ахмет Жұбанов деректер жинап, Шолақ пен Ғалия арасындағы оқиға турасында алматылық Мәкура Есілбаева деген адамнан өте
ертеректе біршама толық мәлімет жазып алыпты. Осында баяндалғандай, Ғалия қара сұрлау келген, ат жақта ұзын бойлы, бетінде аздаған шешек дағы бар, өткір, сөзге шешен, он саусағынан өнері тамған, шебер екен. Әсіресе тамағында шешек дағы көп болғандықтан орамалмен алқымын қымтап байлайтын әдеті болғаны туралы да ел ішінде әңгіме бар. Бұны суретінен де байқауға болатын сияқты. Шолақтың жеке өміріне қатысты жазылған зерттеулерде қайшылықтар көп. Балуанның қазақтың ата қонысын баса көктеп шұрайлы жерлерге келіп қоныстанған орыс пен украиндарға түре тиісетін әдеті болыпты. Шын мәнінде бұл Шөкеңнің өзінше көтерілісі еді. Бұл әрекетін кеңес заманының зерттеушілері халықтар достығын түсінбеді, біреулердің айтағына еріп қателесті деп бағалайды. Бірақ жазушы Әнес Сарайдың тәуелсіздік жылдары жазылып, Астанадағы Қазақ драма театрының сахнасында қойылған Балуан шолақ атты драмалық шығармасында жоғарыдағы бұрмалаушылық түзетіліп, балуанның күрескерлік қыры ашып көрсетілген. Осы туындыда суреттелгендей, Шөкең бір жылдары қатты қуғын көрген, тіпті неше дүркін абақтыға қамалып, одан қашып шығып, жасырынып жүрген күндері де болған. Ғалиямен дәл осындай жағдайда жүріп танысқан. Енді Ғалия туралы жазып алған Ахмет Жұбановтың естелігіне қайта жүгінейік. Ғалия қазақи әдет бойынша Біржан деген жігіттің атастырылған қалыңдығы ретінде ұзатылады. Барған жерінде 2 жылдай тұрып, Қараөткелдегі төркін жұртына көшіп келеді. Шөкеңмен көңіл байласатын тұсы осы кез. Ғашығына арнап 8 қалта жият кестелеп, оған өрнектеп атын жазады. Онысын құп көрмеген күйеуі таяқтап үйінен қуып тастайды. Ғалия қашып әкесінің үйіне келеді. Ата-анасы қызымен ақылдаса келіп, күйеуінен ажырасуын құп көреді. Бірақ күйеуі төлеген қалың малын даулайды. Оны төлеуге Ғалияның әкесі тілеудің жағдайы болмайды. Іс билер сотында қаралатын болады. Оқиғадан хабардар Балуан шолақ не де болса мал тауып келу үшін Көкшетауға жүріп кетеді. Жолай бір танысының үйіне түсіп, тыныштала алмай домбырасын қолына алып, Ғалия айналайын қалып еді, көп жылап таңға жақын талып еді, білмеймін не болғанын әңгіменің, Біржан мен биге түсіп қалып еді, деп бір қайырып, ән салып, асқа да қарамай жүріп кетеді. Көкшетауда балуанды басқа тағдыр күтіп тұреді. Ұстап түрмеге жолып тастайды. Ғалия болса билер сотында өз дауын өзі ұстап, Біржанды жеңіп шығады. Басына толық бостандық алады. Ал Шөкеңе жоғалған 80 өгіздің жаласына Семейден ұрланған бір топ жылқы қосылып, ісі қалыңдайды. Ғалия күтумен күндерін өткізеді. Оның үстіне сотта жеңілген жақтың қыспағынан не істерін білмей қиналып жүргенде Шолақ пәлен жылға сотталып, жер аударылыпты деген хабарды естиді. Бұл қарсы жақтың таратқан жалған жаласы еді. Ғалия әрі-бері толқып, әкесінің нұсқауы мен Есенжолдың қанапиясына тоқалдыққа барады. Шөкең Көкшетауда түрмеде жатып, Ғалияның атын неше түрлендіріп әнге қосады. Аузынан шыққан әнді ел лезде қағып алып таратады. Ғалия әнінің осылай әртүрлі нұсқасы пайда болады. Оспан құрастырып бастырған Балуан шолақ кітабынан осы әннің 6 түрлі нұсқасын көруге болады. Балуан шолақты Қараөткелдің түрмесіне әкеліп қамайды. Енді Шөкең ғашығымен кездесетін мүмкіндікті қарастырады. Бірде түрме әкімшілігінен рұқсат алып, ауладағы биік дуалдың үстіне шығып, Ғалия әнін аспандата шырқап, шерін басады. Ондағы ойы Ғалия түрменің маңында жүрсе, естісін дегені болса керек. Бір күні ғашығының біреуге тоқалдыққа тиіп кеткені жайлы хабар алады. Түрмеден босап шығып, тілеудің үйіне барып, мән-жайға қаныққан соң, әйелдің опасыздығына ренжіп, қайта қайырылмай еліне аттанып кетеді. Ғалия болса қанапиядан тағы да айырылысып, қоянды жәрмеңкесіне барып қымыз сатады. Осында жүріп семейлік Қали деген жігітке тұрмысқа шығады. Күйеуін ертіп Қараөткелге келіп қыстайды. Қалидің Семейде әйелі қалады. Арада 5-6 жыл өткен соң Қалиді ертіп Семейге келіп, оның бұрынғы әйелінен кешірім сұрап, өзі бала көтермеген соң бір қызын асырап алады. Оны өз қолымен ұзатады. Туберкулез ауруына шалдығып 1922 жылы 35 жасында қайтыс болады. Байырғы астаналық ақсақалдардың әңгімесіне қарағанда, Ғалия осы күнгі жастар шағын ауданы аумағындағы ескі зиратқа жерленген. Шөкең Ғалиядан 3 жыл бұрын 1919 жылы дүниеден өтеді. Бұл оқиға Алланың қалауымен, тағдырдың жазуымен осылай аяқталыпты. Артында мұра болып Ғалия әні қалды. Аманатқа адалдық. Бекен Қайратұлы. Аманат дегеніміз не? Бұл сұраққа мұсылман әлемінің сардар сахабасы Әбу Бәкір Сыдық аманат ол адамгершіліктің шыңы деп жауап беріпті. Әрі қарай сөзімізді тәпсірлеп тарқатар болсақ, аманат ұғымы бір адамның екінші адамға сеніп тапсырған мүлік заты немесе
қоғамдық қатынастар барысында өте терең маңызға ие тарихи әлеуметтік оқиға. Кейде аманат ұғымының саяси да сипаты болуы мүмкін. Мысалы, ежелгі Русь князі Ярослав Алтын Орда билеушісі Батуға бағынғаннан кейін толық бойұсынудың белгісі ретінде өзінің ұлы Александрды аманатқа берген. Демек, аманат ұғымының маңызы өте зор. Басқасын былай қойғанда, мұсылман үмбетінің қасиетті кітабы Құран кәрімнің Ахзаб сүресі 72 аятында біз аманатты көктерге, жерге және тауларға ұсындық. Олар мұны қабылдаудан бас тартты, яғни жауапкершілігінен қорықты дейді. Осындағы аят үкімінен қоғамда аманаттың жүгі аса ауыр екенін, оның жауапкершілігі өте қиын екенін аңғарамыз. 7 ғасырда өмір сүрген ислам ғұламаларының бірі Абдулла Омар: егер сендер аманатты сақтай алсаңдар, екі дүниеде ештемеде жоғалтпайсыңдар деп, аманат ұғымында екі дүниенің сыйы мен сыры жатқанын ескертеді. Бұрынғы ата-бабаларымыз аманат ұғымының астарында сарқылмас сауап пен тарқамас жақсылық жатқанын жақсы білген. Тіптен шариғатта ер азаматқа мал-мүлкі, бала-шағасы оған аманат делінген. Атақты шайырларымыз Алланың аманатқа берген мүлкін кезегі келген күні тапсырамын деп бекер жырламаған. Сондықтан да аталарымыз аманатқа қиянат жүрмейді дейтін бұлжымас қағиданы өз өмірлеріне темірқазық етіп ұстанған. Осы орайда мына бір оқиғаларды сөзімізге дәлел ретінде ұсынбақпыз. Сонау ноғайлы дәуірінде атақты батыр Кегенес Кенжанбайдың жан жолдасы Ақпанбет батыр азғырушылардың алдамшы сөзіне еріп, тұтас жұрттың бүлініп берік іргенің сөгілуіне себеп болуға сәл-ақ қалады. Ол кезде ұлыстың бүтіндігі батырлық пен байлықтың құнынан әлдеқайда жоғары екен. Ноғайлы билеушісі Мамайдың жарлығымен бүлікшілер талқандалып, Ақпанбеттің басы шабылып, батырдың үрім бұтағы тұтқындалады. Ақпанбет өлер алдында досы Кенжанбайға кісі шаптырып, досыма аманат, жалғыз ұлымды ажалдан құтқарсын, ұрпағым үзілетін болды дейді. Хан жасағының алдынан шыққан Кенжанбай Ақпанбеттің жалғыз ұлына сауға сұрайды. Қаһарлы жасақ басшысы көнбейді. Досының өлер алдындағы айтқан аманатын орындап, Ақпанбет батырды ұрпақсыз қалдырмау үшін Кенжанбай өзінің егіз ұлының сыңары 3 жасар Жанұзағын Ақпанбеттің ұлының орнына өлімге беріп, досының ұлы Тастемірді құтқарған екен. Беу дүние. Аманатқа қатысты келесі бір оқиға. Сарсу таластың бойын жайлаған Тамай елінде Тұрдыбай, Таңат дейтін ағайынды адамдар өмір сүріпті. Тұрдыбай ертерек дүниеден өткен екен. Одан Нұралы дейтін жалғыз ұл қалыпты. Тұрдыбай марқұм өлерінде інісі Таңатқа: мына сырқаттың беті жаман, егер де олай-бұлай болып кетсем, ұлым Нұралы өзіңе аманат, қатарынан кем қор қылмай өсір, түтінім өшпесін деп аманаттайды. Арада бір мүшелден астам уақыт өткенде дүние төңкеріліп, екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Ел ішіндегі жілігі татитын ер азаматтар жаппай соғысқа алынады. Көппен бірге қара қоржынын арқалап, Таңат та майданға аттанады. Майданға кетіп бара жатып, әйелі Мәриямға: марқұм Тұрдыбай ағам Нұрәліні маған аманаттаған еді, ол енді саған аманат. Бірдеңеге ұшырап қалмасын, ағамның түтіні өшеді депті. Уақыт сырғып өтіп жатты. Соғысқа кеткен Таңаттан қара қағаз келді. Мәриям белін бекем буып, өзінің 3 баласымен бірге аманат иесі Нұралыны да қанаттыға қақтырмай өсіріп ер жеткізді. Бір күні Нұралыны майданға шақырған қағаз келді. Мәриям қатты састы. Күйеуінің аманаты санасында жаңғырып тұрып алды. Ағамның түтіні өшпесін. Ақыры Мәриям аманат иесі Нұралыны алып қап, оның орнына жасы әлі толмаған өз ұлы Қыдырәліні Нұралы мынау деп майданға аттандырады. Қазір сіз бен біз аманаттың қадірін түсінбей, білмей жүргеніміз болмаса, бұрынғылар аманаттың алдында арын да, намысын да, ұятын да, салтын да сатпаған. Аманатқа қылдай қиянат жасамаған. Шындығында осы күні біз ақын Қадыр Мырзалы ағамыз айтқандай, даланың шыдам төзімін тартқан бойға алыппыз, асылын әттең өзінің әлі ұқпай жүрген халықпыз. Қажымұқан көтерген тас. Павлодар облысы Баянауыл ауданы орталығындағы Қаныш Сәтбаев мұражайының алдында салмағы 1 тонна мөлшерінде таудың сұрғылт тасы тұр. Бұл баянауылдықтар үшін ерекше құрметке ие. Жұрт оны Қажымұқан тасы деп атап, атақты балуанның Баян өңіріндегі ескерткіші ретінде қадірлейді. Қажекең бұл тасты досы Субек ұста Қуанышбайұлына сыйға тартқан. Оқиғаның мән-жайы туралы бұған дейін көрнекті қаламгерлер Қалмұқан Исабай мен Сейтін Ақышев мерзімдік басылымдар арқылы ел жұртты құлағдар еткенін білеміз. Әсіресе Қалмұқан ағаның ұсынысымен
Субек ұстаның ескі жұртында жатқан тасты 1991 жылдың күзінде жергілікті қазақ тілі қоғамы әспеттеп ескерткішке айналдырады. Соңынан 2001 жылы көпшіліктің қалауы бойынша аудан орталығына жеткізілген. Субек ұста кім дегенге тоқталатын болсақ, Сүкең ауыл аймағына танымал шебер ұста болған адам. 1919 жылы Баянауылда Қаныш Сәтбаевтың бастамасымен алғашқы мектептің үстел, орындық, парталарын жасасқаны туралы Оразовтың Қаныштың жастық шағы атты естелігінде баяндалады. Қажымханның Баян өңіріне келуінің себебі 1920 жылы 26 тамызда құрылған Қазақ Автономиялық Республикасының 1 жылдық даталы мерекесіне орайластырылып, үлкен той өткен. Тойды өткізу комиссиясының төрағасы Қаныш Сәтбаевтың арнайы шақыруымен Қажекең келген. Балуан Субек ұстаның үйіне түседі. Ұста ардақты балуанның күтімін асырып, бойын көрсеткенде қолданатын темір құралдарын дайындап отырған. Халық алдына шығып, кеудесіне көлденең қойған тасты Субек ұстаға ұрғызып сындыртқан. Осы оқиғаны көзімен көрген Мәшһүр Жүсіп-Көпеевтің Қажымхан атты поэмасы 2002 жылы тұңғыш рет жас ғалым Ертай Жүсіповтың әзірлеуімен Павлодарлық Сарыарқа Самалы газетінде жарық көрді. Осындағы жыр жолдарында шалқасынан жатты да төсеп төсті, кеудесіне қойдырды 3 пұт тасты. Пұт жарымдай бар шығар 2 балға. Ақ боташ Субек ұста қандай күшті. Кезек-кезек екеуі дүрс-дүрс ұрды. Жұрт қорқып өліп кетер деумен тұрды. Өзінің жаны бар ма жоқ па десті. Бит шаққандай көрмеді, қырау құрлы деген үзіндіден сөзімізге дәлел табамыз. Балуанның өнеріне тәнті болған Ақкелін Далбай елі 2 үйір жылқы сыйға тартады. Қажекең аттанарда Субек досына: олжамның жартысын ал. Оны қаламасаң, өнеріммен жинаған мына сөлкебайларымды, медальдарын айтады. Таңдағаныңды берейін дейді. Бірақ Субек ұстаның қалауы басқаша екен. Қажеке: мал соқса желдікі, айдаса жаудікі. Қазақтан сіздей ұл бұдан кейін туар тумас. Анау таудан көтеріп бір үлкен тас әкеліп осында орнатып кетіңіз. Қайратыңыздың куәсі болсын, достығымыздың мұраты болсын дейді. Досының тілегін қабыл алған балуан есік алдындағы таудан осы тасты көтеріп әкеліп, үйінің іргесіне қойып беріпті. Субек ұстаның қызы, республикаға еңбек сіңірген ұстаз павлодарлық Бақыт апамыздың айтуынша, бұл үйде Қажымханның қолымен иген сом темірде сақталған екен. Бертінде анасы Айшадан музейге қоямыз деп біреулер Алматыға алып кетіпті. Содан хабарсыз.